Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көремендер. Бүгін руханият хабарымызда қонақта қаламыздағы Нәзір Төреқұлов мешітінің имамы Әли Қайдар Сейітбекұлы ағамыз. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Адам баласына әмір етілген 5 парызды атап өтетін болсақ, кәлима, таухид, намаз, ораза, зекет және жағдайын келсе қажылыққа бару. Осы 5 парыздың ішінен бүгін руханият хабарымызға тақырып етіп намазды алып отырмыз. Жалпы аға, осы намаздың парызы жөнінде айтып өтсеңіз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Намаз ол ислам дініндегі 5 парыздың біреуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде «Бунияль исламу аля хамсин» ислам діні 5 нәрсенің үстінде құралды. Ислам діні 5 нәрседен тұрады деді. Соның біреуі ол намаз оқу. Анташада алла илаха илаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва иқамис салат деп келеді. Намаз оқу. Намаздың парыз екендігі туралы айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Алла тағала Құран-ы Керимде айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна салата канат алал муъминина китабан мауқута. Намаз мұсылмандарға уақытымен парыз қылынды дейді. Мен ла илаха илаллах Мухаммаду расулуллах деген, мен Аллаға иман келтірдім, мен мұсылманмын деген әрбір адамға 5 уақыт намаз уақытымен парыз қылынды. Ол Алла тағаланың әмірі болып саналады. Себебі Алла тағала айтады Құранда: «Ва ма халақтул джинна вал инс илля лиябудун». Мен адам баласын тек қана өзіме құлшылық жасау үшін жараттым дейді. Сол құлшылықты қалай жасауымыз керек екендігін Алла тағала міне намазбен үйретіп қойды. Намазды әмір етіп қойды. Басқа да құлшылықтар бар. Бірақ солардың ішіндегі Құрандағы ең көп келетіні намаз. Уақимус сала ва атуз зака деп келеді жаңа көп аяттарда. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп жаңа. Намаз өте көп келеді Құранда. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай деді: «Ас-салату имадуд-дин. Фаман ақамаха фақат ақамад-дин». Намаз, деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, діннің тірегі. Қалайша бір ғимараттың аяқта тұру үшін оған бір тірек керек болады. Тірексіз тұрмайды ешқандай ғимарат. Сол сияқты адамның діні, әрбір адамның исламы, әрбір адамның мұсылман болуының тірегі ол намаз деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Фаман ақама ақамад-дин. Кімде-кім сол намазды ұстаса, намазды аяқта тұтатын болса, онда ол өз дінін аяқта ұстап тұрған болады деді. «Уаман таракаха фақат хадамад-дин» деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кімде-кім намазды тәрк қылса, ол өз дінін өзі жыққан болып саналады деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Садиқул мұхбир садиқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзінде еш күмәні жоқ. Яғни мынаны түсіну керек. Алла тағала бір нәрсені парыз қылды ма, ол біз адам баласының пайдасы үшін. Жер бетіндегі бүкіл адамзат Аллаға құлшылық жасаса, Алла тағаланың қазынасы бір иненің ұшындай артпайды. Жер бетінде бір адам құлшылық жасайтын адам қалмаса, Алла тағаланың қазынасы бір иненің ұшындай да кемеймейді, азаймайды. Намазды әмір еттім Алла тағала, ол адамдардың, біздің адам баласының пайдасы үшін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: намаз ол есігінің алдында су ағып, күніне сол суға 5 рет түскен адам сияқты дейді, намаз оқыған адам. Яғни күнімізбен айтатын болсақ, біреудің есігінің алдында моншасы болса, моншаға күніне 5 рет түсетін болса, ол адамнан таза адам болмайды. Сол сияқты намаз адамның жасаған күнәларын Алланың құзырында кешірілуіне себеп болатын нәрселер. Бір намаз өзінен алдыңғы намаздың арасында пенденің істеген күнәларын кешіреді. Яғни Алланың кешірілуіне себеп болады. Себебі адам біз пендеміз, пайғамбарлардан басқа ешкім яғни күнәлардан қорғалған емес. Пайғамбарлар маусум болады. Күнәлардан қорғалған болады. Пайғамбарлардан басқа барлық адам қателік жасайды. Ол кім болса да қателік жасайды. Біздің нәпсіміз бар, адам баласының нәпсі бар. Адам баласының азғыратын шайтан бар. Адам баласы біліп, білмей, нәпсіне беріліп, шайтанның азғыруына беріліп бір күнә жасауы мүмкін. Бірақ сол күнәні, Алланың құзырында сол күнәнің кешірілуіне себеп болатын ол намазы адамның. Бірақ бұлай деп түсінеді. Қазір жалпы халықта мынандай бір ой бар. Неге намаз оқылмаймыз деп сұралған кезде мен өтірік айтып қоямын. Немесе жаңа мен ішке шығып қоямын. Немесе өтірік айтып қоямын. Балаға сөз айтып қоямын.
басқа да күнә жасап қоямын, сол үшін намаз оқи алмай жүрмін дейді да. Мынандай бір сенім бар сияқты. Намаз оқыған адам мүлдем күнә жасамау керек сияқты да. Мүлдем күнә жасамау керек. Яғни бір күні келеді, мен барлық осы істеп жатқан ісімнің барлығын тастаймын, Аллаға тәубе етемін да, тап-таза болып бір күн намаз оқимын деп ойлайды да. Жоқ, олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Тамутуна кама таишун, ва туб'асуна кама тамутун." Сіздер қалай өмір сүрсеңіздер, солай өлесіздер деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни мен ешбір адам көрмедім, ондай адам болмаған да шығар. Яғни өмірінің соңына шейін жаңағы күнәға белшесінен батып жүріп, өлуінен жаңағы бір күн немесе бірнеше күн алдын осы Аллаға құлшылық жасап намазын оқып кеткен адам жоқ шығар. Себебі қалай өмір сүрсе адам дәл солай өледі. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Яғни мынаны түсіну керек та. Яғни намаз оқыған кезде Алла Тағала айтып жатқан жоқ. Намаз оқу үшін барлық күнәларды тастап, тап-таза болып келіп намаз оқыңдар. Егер күнәһар болсаңдар намаз оқымаңдар деп жатқан жоқ. Құран-ы Керимде Алла Тағала керісінше айтып жатыр осы нәрсені. Бисмилла, иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар дейді Алла Тағала Құранда. Әлбетте намаз сіздерді сондай жаман қылықтардан, жаман жиіркенішті нәрселерден сіздерді намаз тияды деп тұр да. Сол үшін адам жаңа өтірік айтып қоятын болуы мүмкін, басқа да күнәлар істеп қоюы мүмкін. Яғни мен осы нәрселерді тастаймын, одан кейін бір күнге келіп тәубе етемін Аллаға деген ойда болмасын. Бірінші тәубе етіп намаз бастау керек. Намаз ол адамның ішіп жүрген ішкісін тастатады. Намаз ол адамның жаңа күнәларын тастатады, өтірігін тастатады, басқасын тастатады. Себебі Алла Тағала Құранда солай деп жатыр да. Яғни күнәһар адам, күнә жасамайтын адам жоқ. Бірақ сол күнәларды кешіруіне Алланың құзырында себеп болатын ол намазы. Адам баласына 5 уақыт намазды бізге парыз етіп берілген. Сол 5 уақыт намазымыздың адам баласына пайдалы жақтары бар. Үркікке барған кезде қазіргі ғалымдардың зерттеулері бойынша жүрекке пайдалы дейді. Осы жалпы осы намаздың адам баласына пайдалы жақтарын айтып өтсеңіз. Пайдалы жақ. Яғни жаңа айттық қой, Алла Тағала адам баласына біз мұсылмандаға бір нәрсені әмір етсе, ол адам баласының пайдасы үшін. Намазды бізге әмір етті ма, оның демек намаздың біздің көзімізге көрінетін, көрінбейтін, біздің білген, білмеген соңсыз, шексіз бір пайдасы бар. Ең үлкен пайдасы адамның ақыретіне пайдалы, одан кейін дүниесіне пайдалы. Біріншіден ақыретіне пайдалы. Намаз оқыған адам ақыретте Алланың құзырында кешірілген, Алланың жәннати адамдарынан болып саналады. Бұл ақыреттегі пайдасы. Ал дүниедегі пайдасы адам күнәлардан, лас нәрселерден, жаман жерлерге барудан, сол сияқты жаман мінездерден арылады. Намаз оған сабырлық үйретеді адамға. Намаз адамға шыншылдық үйретеді. Намаз адамға әлсіз адамдарға жәрдем етуді үйренеді. Мысалы өзіңіз байқасаңыз, мынау бір намаз оқып жүрген адамдарды көрсек, оларға бір кішкене скидка бар сияқты да, мысалы. Бір жиындарда отырса, бір қолайсыз бір жағдайлар істеу керек болса, ол тиіспе, ол намаз оқиды дейді мысалы. Жаңа ішкілі жиындар болса, оны қинама, ол жаңа намаз оқиды деп айтады жаңа сондай нелерде. Ол біледі, намаз оқыған адам жаман нәрсе істемейді. Неге? Себебі оның намазы бар. Намазы оған мына дүниеде жаман нәрселерге жақындатпайды намазы. Қорған болады. Дүниедегі пайдасы сол. Сол сияқты көптеген пайдасы бар, яғни шексіз пайдасы бар. Оның хикметін, даналығын, оның жаңа хикмету тәшриғ дейді. Алла Тағаланың бір нәрсені машруғ жасауын, бір нәрсені Алла Тағала парыз қылуының хикметін тек қана Алла біледі. Бізге көрінген, біздің білетін нелеріміз, пайдамыз сол. Бірақ адам намазды мына жаңа спорт үшін, денсаулыққа пайдалы екен, немесе жүрекке пайдалы екен деп оқымау керек. Бірінші намазды адам Алла үшін оқу керек. Сол кезде пайдасы болады. Осы намаз оқып жүріп, күнә істейтіндер бар енді. Иә. Біліп жүріп, соның күнә істейтіндер бар. Иә. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, олардың жаңа ақыреттегі жауабы қандай болады? Түсінікті. Енді бұл жерде айтып кететін нәрсеміз, яғни жаңағы мәселе ғой бұл да. Былай ойлайды да, мен бір күнә жасап жүрмін, мен намаз оқысам, осы күнәм есе өсіп кетеді. Мысалы, мен арақ ішіп жүрем, немесе басқа да күнәлар істеп жүрем, егер мен намаз оқып жүріп, осы нәрсені істейтін болсам, онда мен күнәм есе артады деп ойлайды ғой жаңа. Жоқ, олай емес. Яғни адамның қалай басқа уақытта жаман нәрсе істеп жүрсе, намаз оқыған кезде де дәл сол күнә жазылады.
Артық кем жазылмайды, дәл сол күнә жазылады. Яғни айтатын болсақ, адам намаз оқып жүріп, бір басқа да күнәлар жасайтын болса, Алла Тағала Құранда айтып отыр ғой: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Әлбетте намаз адам баласын жамандықтардан тыяды деді ғой Алла Тағала. Демек, адам бір намаз оқып жүрсе, одан кейін үлкен күнәлар жасап жүрсе, намаз оқып жүріп, үлкен күнәлар жасап жүрсе, онда ол адамның намазы ол адамға күнәларын тастата алмай жүр деген сөз. Демек, оның намазында бір кемшілік бар деген сөз. Намазында бір кемшілік бар. Намазында Аллаға деген ықыласында бір кемшілік бар деген сөз. Мүмкін намазын Алла үшін оқи алмай жатқан шығар. Мүмкін намазды аз оқып жатқан шығар. Мүмкін намазының қазасын көп қылып жатқан шығар. Нәпіл намаздарды аз оқып жатқан шығар. Яғни сол сияқты оның хикметін Алла біледі. Яғни оның намазы оған жамандықтарын тастата алмай жүр да. Себебі Алла Тағала намазы не? Намаз адамның жамандықтарын тастатады деп тұр. Демек, оның намазында бір кемшілік бар деген сөз да. Кезіндегі пайғамбарымыздың қасында жүрген сахабаларының намазды қалай оқығандығы жөнінде айтып өтсеңіз, осы сахабаларымыздың бір кітаптан оқығаным бар. Артында өзінің сәби баласы жылап жатқан кезде, үйі өртеніп сондай бір жағдай болып жатқан кезінде, баласына қарамастан сол намазын шынайы құлшылықпен оқып жатқан деседі. Сезбей қалған. Сосын артынан жебе қадалса да соны сезбей сондай құлшылықпен оққан дейді. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалар намаз оқыған кезде намаздан ләззат алатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Билал арихна я Билал деп айтатын. Ей Билал, азан айт, біз намаз оқиық, бізді рахаттат деп айтатын да. Яғни пайғамбарымыз басқа бір хадисінде қуррату айни фи сала деді. Яғни менің көз қуанышым, менің рахатым, рахат ләззат алатын нәрсем ол намаз деді да. Құлшылықпен рахаттанатын олар. Күнімізде адамдар қалай бос нәрсемен жаңағыдай күнә жасаумен рахат алады. Біреулер жаңағы әркімнің өзінің құмар ойнайтын адамдар құмар ойнаумен рахат алады. Ішкі ішетін адамдар ішкімен рахат алады. Басқа нәрселер, басқа күнә сол істеп жатқан күнәсімен рахат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалар олар намазбен, құлшылықпен, Аллаға құлшылықпен рахат алатын. Мына Джафар ибн Аби Талиб деген сахаба болған. Хазіреті Алидің ағасы Джафар ибн Аби Талиб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ең көп ұқсайтын сол кісі еді. Джафар ибн Аби Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немере інісі болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұзақ бір жаққа сапарға барған кезде, жаңағы мұсылмандар мен мүшриктердің, яғни пұтперестердің арасында соғыс болды. Сол соғыста мұсылмандар жеңіске жетті. Бірақ әлгі мүшриктердің ішіндегі жеңіліп, кейіннен артқа бұрылып қашқан мүшриктердің ішіндегі біреуі мен қайтсем деп бұлардан кек алам деп өзіне сондай бір ауыр бір мақсат қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалармен әскер қайтадан Меккеге қайтып келе жатқан кезде бір жерде тоқтап, сол жерде түнейтін болды. Әлгі мүшрик мұсылмандардың артынан іздеп келеді, аңдып келеді. Мен де бұлардың адамдарын өлтірем, кек алам деп жаңа. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кеш болады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әскерді тоқтатады, жаңа бір жерде осы жерде түнейміз дейді. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам киіз үйіне кіреді, демалатын болады. Айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кім мені бүгін таңертеңге шейін күзетеді дейді. Сосын Джафар ибн Аби Талиб сахабалардың ішінен мен күзетемін, я Расулаллах, Алланың елшісі мен күзетейін сізді дейді жаңа. Та бір сахаба шығып, я Расулаллах мен күзетейін дейді. Екеуі таңертеңге шейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға біреудің зиян беруінен бермеу үшін күзету керек болады. Әлгі Джафар ибн Аби Талиб қасындағы жаңа кісіге айтады, түннің алғашқы бөлігін аласыз ба, соңғы бөлігін аласыз ба дейді. Яғни алғашқы бөлігін алам дейді. Түннің жартысына шейін ол кісі демалатын болады, одан кейін қалған жартысында жаңа Джафар ибн Аби Талиб демалатын болады. Әлгі кісі жатып демалады, түн қараңғы, Джафар ибн Аби Талиб Аллаху акбар намазға тұрады. Яғни бос тұрғанша намаз оқиын деп, намазы ұзын-ұзын сүре оқи бастайды яғни. Сол кезде әлгі кек алу үшін келген мүшрик, пұтперес, ол ұзақтан әлгі Джафар ибн Аби Талибтің аяқта тұрғанын көріп, бір жебесін алып, садағымен, намаз оқып аяқта тұрған Джафар ибн Аби Талибтің денесіне бір оқ қадайды. Бірақ Джафар ибн Аби Талибтің соншалық намазға берілгені әлгі жебені сезбейді да. Намаз жалғастыра береді. Әлгі мүшрик екінші оқты қадайды дейді. Екінші оқта қадалады, Джафар ибн Аби Талиб намазын жалғастырады.
Үшінші уақытқа қадайды. Үшінші уақытта да Жафар ибн Аби Талиб намазын жалғастырады. Үшінші уақыттан кейін әлсіреп әлгі қасында дем алып жатқан кісінің үстіне қарай құлайды. Одан кейін ол кісі тұрып жаңағыдай болған жайтты қарап әлгі мүшрикті барып өлтіреді. Одан кейін келіп Жафардан, "Я Жафар, неге бірінші уақыт қадалған кезде айтпадың?" десе, Жафар ибн Аби Талиб айтқан екен: "Сонау 7 қабат аспанның ар жағынан Алла тағаланың өзінің сүйікті елшісіне жіберген Құран-ы Керимді осы сүрені мен бітірместен қалай намаздан шығайын деген екен да. Намазда ұзын сүре оқып отыр ғой. Сол ұзын сүрені тоқтатпайын деген екен да. Ойлаңызшы, қалай намаз оқыды олар. Сол сүрені тоқтатпайын деп 3 рет садақтың оғы қадалса да, сол сүрені тоқтатқанша намазын оқыған екен да. Олардың намаздары солай еді. Яғни намаздан рахат алатын еді олар. Намаздан ләззат алатын. Намазда тұрған кезде мүлдем барлық нәрсені ұмытатын. Соғыс біткеннен кейін жарақаттанған сахабалардың бір жебе қадалған болса, "Мен намазға тұрайын, намазда алыңдар жебені" дейтін еді. Аллаху акбар намазға тұратын, намазда кезде жебені алатын денесінен, ештеңе сезбейтін яғни. Соншалықты намаз оқитын. Аллаға деген махаббат, жүректеріндегі Аллаға деген махаббат. Сахабалар намаз оқитын кезде, намаз оқардың алдын дәрет алатын кезде, сондай жүздері бозарып, дірілдеп кететін да. "Не үшін бұл күйге түстіңіз?" десе, "Мен қазір кімнің алдына шығайын деп тұрғанымды білесіңдер ма?" деп жауап береді екен да. Соншалықты мен Алланың құзырына шығамын деп. Анау бір жігіт әскерге барған екен. Әскерге барып, әскерде әлгі сол жердегілер намаз оқитын жігіт екен. Намаз оқиды әскерде. Әлгі кісілер жаңағы погонды кісілер, жаңағы майор дейміз, басқа дейміз жаңағыдай. Әлгі жігітті шақырып алып, "Әй, бұл жер мешіт емес, бұл жер әскер" депті де жаңа. "Бұл жер әскер. Бұл жерде жұлдызы бар адамдардың, жұлдыз иесі болған адамдардың әмірі жүреді" депті. Сөйтіп жұлдызын көрсетті да, 2 жұлдызы бар екен. "Бұл жерде намаз оқуға болмайды" депті де жаңа. Сөйтсе әлгі жігіт айтқан екен: "Аға, 2 жұлдыздың иесі намаз оқыма деп атса, аспандағы бүкіл жұлдыздардың иесі Алла тағала оқы деп атса, қайсысын орындайын" деп айтқан екен де жаңа. Сол сияқты яғни бүкіл аспандағы жұлдыздарды, бүкіл әлемнің Раббысы болған Алла тағаланың алдына Алламен сөйлесу үшін намазға тұрған адам, ол ерекше бір халде болу керек. Яғни енді сұрауыңыз мүмкін, мынандай сұрақ болуы мүмкін. Яғни ол жағдайды қалай қолға жеткіземіз? Қалай адам намазға соншалықты құлшылықпен? Бізде адамдар намаз оқиды. Намаз оқыған кезде, Аллаху акбар намазға тұрады. Намазға тұрған кезде Алладан басқа барлық нәрсені ойлайды. Жұмыс, кімнен қанша алды, кімге қанша беру керек, намаздан кейін не істеймін, намазға дейін не істедім. Сол істерін, план орындайды ғой жаңа, намазда тұрып. Жоғатып қойған нәрселерін намазға тұрып тауып алады. Аллаху акбар намазға тұрады. Шайтан еске салады. Мынаны еске түсір деп, Алладан басқа нәрселерді еске түсіруге тырысады. Ал сахабалар басқаша болды. Намазда тек қана Алладан басқа ештеңені, ешкімді ойламайды. Енді сол дәрежеге қалай жету керек? Ол дәрежеге жету үшін адам күнәдан ұзақ болу керек. Адам әрбір күнә жасаған сайын оның жүрегіне қара дақ түседі. Әрбір жаман сөз айтқан сайын, әрбір басқа да күнә, Алланың тыйым салған нәрселерін істеген сайын адамның жүрегіне дақ түсе бастайды. Ол сол дағы оның намаздан ләззат алуына бөгет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сендер көшеде кетіп бара жатқан кезде, жаңағыдай ашық-шашық бір әйелді көретін болсаңдар, сол әйелді көрген кезде әлгі әйелге қарамаңдар, бастарыңды тартыңдар басқа жаққа" деді да. Егер солай істейтін болсаңдар, деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла тағала сендерге ләззат алатын намаз нәсіп етіп қояды сендерге, деді. Ләззат алатын ғибадат нәсіп етіп қояды, деді. Басқа бір хадисте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кімде-кім бір күнә жасаса, шайтан оның жүрегіне бір садақтың жебесін қадайды" деді. Шайтан. Не деген сөз? Адам бір күнә жасады ма, жүрегіне бір қара дақ түседі. Ол жүрегіндегі қара дағы үлкейеді, өседі. Одан кейін ол адамның намазға деген құлшынысын азайтады. Күнәға деген құлшынысын көбейте бастайды. Сол үшін адам қаншақты күнәдан ұзақ болса, Алланың тыйым салған нәрселерін соншақты ұзақ болса, Алланың әмір еткен нәрселерді қаншақты көбірек орындаса, Алланы қаншақты көбірек еске түсірсе, қаншақты көбірек нәпіл намаздар оқыса, Алла тағала оның жүрегін тазалайды. Одан кейін намазда
Алланы ғана ойлап тұратын болады да. Ихсан дәрежесі дейді оған иншалла. Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, руханият хабарының жалғасын ертең көре аласыздар.